басқанда күндізімізді екеуміз бір жарық шаша алмадық. Шын сүйдік жүрекпен бір-бірімізді, амал не тағдырдан аса алмадық. Жастамды көзімнен есіме түссе, үмітім үзілді күн өткен сайын. Ешкімді ешкімге қоспайды күшпен, түсінсе көңілмен сезімнің жайын. Жазғанына тағдырдың амалсыз бағындың ба сен? Көздеріңнен жас тамып амалсыз сағындың ба сен? Сағындың ба сен? Жазғанына тағдырдың амалсыз бағындың ба сен? Көздеріңнен жас тамып амалсыз сағындың ба сен? Бар менде бір жүрек сүйгені бірі, қалайша өзгені сүйіп ұнарсың. Дария? Дария? Не болды саған? Көзіңді аш. Қазір мен жедел жәрдем шақырайын. Дария? Мазар. Қорқытып жібердің ғой. Не болды саған? Жаңа басыма не кетті. Өзім қарап отыр. Болмайды. Мен қазір шақырайын. Жоқ, Мазар. Қажет жоқ. Ертең Аяруда ауруханаға апарам, сол кезде қарап аламын. Жадыра, кеш болып кеткен сияқты, мүмкін үйге қайтармыз? Енді ғой келгеніміз, біраз ойнай тұрайықшы. Болды, Аяруда шаршады. Сабақ оқыдық, ойнадық. Бекерге мазасын алмайық, демалу керек. Солай емес пе, я қырбым? Я, мен шынында шаршадым, жатып демалып алайын. Көрдің бе? Жарайды. Жүр. Сау бол. Сау бол. Қалайсың? Бәрі жақсы ма? Мадиярымыз бәрі жақсы, уайымдама. Тек Аяру білмей-ақ қойсыншы. Рас айтып тұрсың ба? Өң әлі де бозарып тұр ғой. Менде бәрі жақсы. Қазір шай ішеміз, сосын бәрі жақсы болады. Тек жаңа ғана ұмытпашы, Аяру біліп қалмасын. Жарай ма? Жарайды, айтпаймын. Сәлеметсіздер ме, Мадияр аға? Қалайсыздар? Сәлеметсіз бе, Мадияр аға? Сәлеметсіңдер ме? Жақсымыз, өздерің қалайсыңдар? Бізде бәрі жақсы. Сол Аяруға келдік, ішіп сыған шығар. Дұрыс болған екен. Қашан келдіңдер? Келгенімізге біраз болған, кетіп бара жатырмыз. Жаңа ғана келдіңдер ғой? Тағы да біраз отырмадыңдар ма? Қазір біз тамақ ішеміз. Жоқ, рахмет. Көп кешікпеңдер деген анам, біз бара берейік. Жақсы. Аналарына сәлем айтыңдар. Жарайды, айтамыз. Жақсы. Массаган, абудогымды ұмытып кетіппін. Ертең келемін ғой, сол кезде аламыз. Жарайды. Саматтың жағдайы қалай болар екен? Дәрігер, Саматтың жағдайы қалай? Айтыңызшы. 5 сағат болды күтіп тұрғанымызға. Сабыр сақтаңыздар. Ота әлі жалғасып жатыр. Біз қолдан келген бәрін жасаймыз. Болды. Құдайым-ау, бәрі жақсы болсыншы. Я, болды, кішкене күтейікші. Самат мықты жігіт қой. Барлығында жеңіп шығады, тек Алладан үмітімізді үзбейікші.
Дәрігер. Дәрігер, Саматтың жағдайы қалай? Самат қалай? Жақсы, Өтініш. бәрі жақсы, уайымдамаңыз. Рас па? Ота өте сәтті өтті. Рахмет дәрігер. Алла қуат берсін сіздерге. Әмин, рахмет. Айттым ғой, Самат барлығын да жеңеді. Айтқандай, 1-2 апта біздің қарамағымызда болады. Жарақаты өте ауыр. Сіздерге сабыр берсін. Түсінікті. Рахмет. Рахмет дәрігер, Тез сау сауығып болыңыз. кетсін. Айтқаныңыз келсін. Сөйтіп искей отыра бересің бе? Әкімге кірген кезде не айтамыз? Ақылдасақ та шамалы. Ой, сен не айтпақшысың? Мен айтам ғой, сен қосылып отыра берсе болды ғой. Кел мына қолыңды шешіп берейін. Оны ішіме құйып ағамен керек емес. О, іштің бактерияларын құртады, мына қолдықын құртады. Әкесі әкел деген соң. Не? Сен білесің өз қайда отқанымызды әкімшілікте отыр. Әкімге кірейін деп отыр, ғай. Сен енді жақсы білеме. Бұл әкім менің туған көршім ғой, білесің бе? Қой? Бұның үйіне неше рет кіріп, неше рет шыққанын менен артық адам білмейді. Оның үстіне жеңшемен қалай ұрсатынын да білемін. Қойш, қалай ұрсады? Жаман ұрсады. Қалай? Жеңшем бүйтіп бүйірін таяғын алады да. Ей, Асан, қаланың әкімі ұқсамай сен деді. Келесі. Сіздерді әкім шақырып жатыр. Кіре беріңіздер. Онда кейін әкімнен шыққан екен қалған айтып бересің ғой. Мадияр, Аяруды тамаққа алып келіңдер, тамақ дайын болды. Не тамақ жасағасын? Ішінде бір түйір еті жоқ. Мынаны адам түгіл ит те жемейді. Мадияр, неге олай дейсің? Үйдегі бар азық-түлікпен жасадың. Өтінем, дастархан басын ұрыспай қойыңыздаршы. Қызым, әкеңнің мінезін білесің ғой, тамағыңды ішіп отыра бер. Не бопты менің мінезіме? Қызым, қайда кеттің? Тамағыңды да жемедің. Қызымыздың көзінше ештеңе демей қойсан қайтер еді? Әне, кетті ренжіп тағы да. Мадияр, осындайыңды қашан қоясың? Ішіп келесінде бірдемені сандырақтап отырасың. Әдемі өмір тәтті тамақ жегің келсе, жұмыс жасада, үйді толтырып қойсаш? Анашам! Ау, қызым. Әкемнің көзінше артық еш сөз айтпай қойыңызшы. Қазір босқа қатты ұрысып қаласыздар. Жарайды, қалымыз. Жарайды. Я, жігіттер, келіп қалыпсыңдар. Не мәселе айта беріңдер? Біріншіден, сізді әкім деген дұрыс па әлде? Көршім деймін. Жұмыста әкіммін. Үй жақта көршіңмін. Осының ара жігін ажырата аласың деп ойлаймын. Дұрысы, бас еке дейін да. Енді мәселе былай болып тұр. Айбол, сен айтшы. Неге мен айтуым керек? Мен айтам деген екен ғой. Әкім мырза, әңгіме былай. Ауылда жұмыс жоқ. Жоқ болғанда дым жұмыс жоқ қой. Бала шағаны, үйдегілерді қалай бағамыз деген уайым болды.
Соны алдыңызға келіп отырған себебіміз сол бір екі қолға бір жұмыс болса деген ғой. Айналайындар ау, қазір барлығы қиын болып тұр ғой. Өздеріңде көріп жүрсіңдер. Мына аты жаман індет ауыл түгіл бүкіл мемлекеттің экономикасын құлдыратып жатыр ғой. Ой, базеге, бүкіл ғалам шарды айтпай-ақ, осы шағын ауылымыздың мәселесі жайында айтайық та. Қазір ол Америка, Евроны айтып отыратын уақыт жоқ қой. Осы бір мәселені не істеуге болады? Қазір шешіп тастайтын мәселе емес. Кеште болып қалды. Былай жасайық. Біз жан-жақты ойластырып, қарастырайық. Сосын бір мәнісі болады. Жарай ма? Осы мәселеге бір оң көзбен қарап, дұрыс жағынан шешіп беріңіз, Шәкім мырза. Тырысамыз. Болды онда, сізге сендік, Ертең 11-дің шамасында маған соғып кетіңдер. Міндетті түрде келеміз. Міндеттің ішіндегі міндетті түрде келеміз. Жақсы, Шәкім мырза. Кешіріңіз. Құлыным мен, қызым мен, алтыным мен. Білсең ғой, сен әкең екеуміздің қалай сағынғанымызды. Біз саған сенбедік, талай рет ренжіттік, ауыр-ауыр сөздер айттық. Кешір алсаң ғой, құлыным. Даусыңды естіп бір мауқымды бассам ғой, шіркін. Алло. Söylesеңші. Алло. Қақта жүрсің, Айнау. Пақ, шіркінім, мынау кімнің досы, танымай қалдық қой. Қош, қақта жүрсің? 11 деп айтты ғой, 11 деп. 15 минут кешігіп тұрып қазір. Не болды сонша ашулан? Тұрмыз ғой алдыңда, досым. Жүрші, жұмыс бермей қойыр тағым. Айтпақшы. Әкім менің өзінің орынбасар етіп тағайындайтын сияқты. Қой, оны қайдан білдің? Сені жұмысқа алып қойған ғой, Сен бекерден бекер кәсім жолбар киіп келген жоқсың ғой, дұрыс па? Қойшы, қайдан айтпай. Енді кірейін деп атырмыз ғой. Кеше түс көрген ғой. Түс көрдім. Әкім өзінің орынбасар етіп сайлап, еще кабинет беріп атыр екен. Қой. Сол енді бір өңім болып қалам ба деп дайындалып келген жайым бар енді. Сен тура бір зәмәкін құсап сөйлеп тұрсың ғой, Жүр, кірсек кірейік. Сен жанында жүруге ұялып қалдың ғой, Кеттік ба? Жүріңіз, басеке. Қызым, таңғы ас дайын болды. Тұра ғой, балапаным. Балапаным. Аяру. Тұра ғой, балапаным. Қызым. Мынаның ыстығы көтеріліп тұр ғой. Қызым. Аяру, көзіңді ашшы. Қызым, Мадияр, қайдасың? Қызым, көзіңді ашшы. Аяру. Отаканың не болды саған? Қызым,
Мадияр, қайдасың? Қызым, көзіңді ашшы. Мадияр! Мадияр, қайдасың деймін? Қызым, есін жинашы. Қызым, Мадияр! Мадияр, қайдасың? Мадияр, осындамысың? Қызым, қазір кішкене тұра тұршы. Қызым, тұршы деймін. Көзіңді ашшы. Қызым, жедел жәрдем. Қайда менің телефоным? Қызым, сәл шыдашы. Мадияр! Мадияр деймін. Мадияр, қайдасың? Мадияр! Әкім бір жақсы бір жұмыс тауып қойса жақсы болар еді. Айтпашы досым. Жақсы. Саламаттыр ма? Сіздерді сағат 11-ге шақырдық, неге кешігіп жүрсіздер? Кешіріңдерші. Жолда мәшинем бұзылып қалып, соны жөндеп тұрып қалдық, Қойыңыз, сіздің машинаңызда жоқ қой, неге өтірік айтып тұрсыз? Бір әзілдеп көңіліңді көтерейін деген ғой. Не ғой, сандуғаш әкім өзінде ма? Өкінішке орай, әкім қалаға жиналысқа кетіп қалды. Кетіп қалды? Иә. Өз шақырып кетіп қалды ма не? Мынау таза әділетсіздік қой мынау. Жүр, әкімге барып айтайық мынаны. Қуасың ба сағи, өзіміз әкімге келіп тұрған жоқпыз ба? Жоқ, сандуғаш біз кеше әкімнің өзімен бетпе-бет келісіп кетіп едік та, 11-де жолығамыз деп. Әзілдеп жатырмын, кіре беріңіздер, сіздерді күтіп отыр. Әзіл қой өзі, әзіл қойшы. Қой әзіл қой өзі. Жақсы. Кіріңіз. Ассаламалейкум. Жеттіңдер ме әйтеуір? Келіңдер, отырыңдар. Айбол, Сағи. Мәселе бұлай болып тұр. Біз жан-жақты ойластырып қарастырдық. Әзірше жұмыс жоқ. Жұмыс жоқ? Маған да жоқ па? Енді айтып тұрмын ғой, әзірше жұмыс жоқ. Алдағы уақытта қарастырамыз. Мен қалаға жиналысқа кетуім керек. Боссыздар. Жүріңіз, әкім мырза. Қайтайық. Машинаны дайындаңдар. Көрген түсім не болды сонда? Лақтырдың ба немен? Сағи, қазақта жақсы сөз бар ғой. Түс түлкінің тезегі деген. Түсінің ба? Жүр одан Түркістанға дайындалайық. Сіздер әлі тұрсыздар ма? Шыңыздар, боссыздар. Дария ханым, қазіргі жағдайы бір қалыпты. Дегенімен облыс орталығына апарып, бір тексерілгеніңіз дұрыс. Мен сіздерге жолдама жазып берейін. Жоқ, дәрігер. Біздің қалада өзіміздің клиникамыз бар, қаралып жүрген. Соған барармыз. Бүгін негізі сол жаққа баруымыз керек еді. Көрмейсіз бе, қызымның жағдайы не болған? Жақсы, бірақ тездетіп көрсеткеніңіз дұрыс. Жағдайы ауыр. Бел омыртқасы сынып тұр. Неден екен анық айтамаймын. Сынып тұр дейсіз бе? Ол не болуы мүмкін? Невропатологқа апарасыз. МРТ-ға түсіру керек. Сол кезде нақты өздері жауабын айтады. Жарайды, дәрігер. Рахмет. Біз қайтайық. Негізі бар ғой жігіттер. Түбінде түбегейлі Түркістанға қоныс аударам деп шештім мен бар ғой. Себебі Түркістан 2-3 жылда туризмнің қаласы болайын деп тұр ғой. Өздерің өткен ана елбасының Түркістанға келіп
жаңалықтардан айтқан сөзін естідіңдер ма? Жоқ. Түркістанның өсіп өркендеуі деді. Тек қазақтың ғана абыройы емес, бүкіл түркі әлемінің абыройы деп айтты ғой. Сосын жігіттер, мен сендерге айтайын, Түркістан болашақта демей ақ қойын, бір 2 жылда адам танымайсыздай керемет қала болайын деп тұр ғой. Түбінде көшу керек сонда. Расында қарқынды дамып жатыр. Бірақ көшіп бардық дейік. Бізді біреу құшағын жайып қарсы ала ма ол жақта? Сол ғой. Үлкен қала. Ауылдан барған біздер ол жақта аштан өліп қалмаймыз да, Сағи? Жалпы Айбол дұрыс айтады. Бұлай енді бала шағаның қамы үшін деп көшіп баруға болады. Бірақ әкем жібермейтін сияқты. Білесіңдер ғой. Ауыл шаруашылығы, қой, сиыр қарау керек дегендей. Кеше бір шет жағасын айтқам. Болмады. Дұрыс Сағи. Әке шешені де тыңдау керек. Кеңдер, сол үшін бір тартшы білейікші. Кеңдер. Негізі бар ғой, бізді құртатын осы бәле ғой. Қай бір күн осындай отырыстан кейін үйге барып, бір қызымды құшақтайын десем, қызым итереді мен. Папа құшақтамаңызшы. Асып кеткесі дейді ғой маған. Жаман әңгіме ғой. Бір түрлі қалады екенсіңше, негізі бар ғой, қою керек түбінде бұна. Бәріміздің проблемамыз осы қазір. Осыны шығарған адамды тауып алсам бар ғой, оңдырып тұрып, орап, ашты, ашып, ішіп, тәтті баса бар ғой, рахметін айтарайын да, бірақ ондай емес та. Бір дұрыс әңгіме айтама десем сен. Қой, жақсылап бір реттен қойсай. Самат, Түркістанға баратын әрекет қылайық. Сөйлейік жігіттер, азыдан ішінде жігіттер. Түбі қою керек бірақ. Бүгін емес енді прям, бірақ қою керек. Қызым, мен саған тамақ әзірлеп қойдым. Жоқ, анашым, маған ештеңе қажет емес. Тәбетім болмай тұр, одан да жатып демалып алыңызшы. Қызым, мен ренжітпеші. Қазір тамақ ішпесең тағы да әлсіреп қаласың. Өзіне ұнайтындай тауықтың сорпасын әзірлеп жатырмын. Жоқ, жай менің тәбетім болмай тұр. Сізді ренжітейін деген ойым болған жоқ, түсініңізші. Қызым, тағы да ауырып қаласың ғой. Ең болмаса айраншы. Жарайды. Қазір әкеп беремін. Неке қызым, ала ғой. Азым болғанып қалды ма? Ештен кетпейді. Іше ғой. Ақылдым мен. Жігіттер, сендерге айтпағанда кімге айтам? Шыны керек, шаршап жүрмін. Түсінемін, досым. Қиын. Қазіргі сәтте саған қиын. Жалғыз қызың бар. Оның өзі мәз емес. Кішкентай болып тағдырдың тауқыметін тартып жатыр. Әкеге оңай тимейді ғой. Тыныш отыршы, Сағи. Қош. Дұрыс ғой. Сағи дұрыс айтады. Менің де ішіме сыймай жүрген осы. Менің қызым балалық шағын ең тәтті күндерін өте ауыр өткізуде. Мен оның тәтті күлкісін ұрладым. Осы ма менің әкелік парызым? Қазір қызым үйде отырып, терезеге телміріп, көшеде жүгіріп жүрген балдарға қызыға қарайды.
Мен оның көзінен байқаймын. Бірақ ол білдіргісі келмейді. Сол күні осы бір бәлені ішіп көлік жүргізбегенімде ғой. Әттең, бәрі басқаша болар еді. Осының бәрі өзегімді өртеп барады. Мадияр, қойшы енді болды. Уайымға салына бермеш. Кішкене сабыр қылшы. Көресің ғой, әлі-ақ аяры өзінің аяғына тұрып кетіп, өз аяғымен жүгіріп ойнап жүретін болады. Өздеріңде білесіңдер ғой. Қазір медицина деген күннен күнге дамып барады ғой. Әлі-ақ жақсы болады. Мен айтты дейсің ғой, Мадияр. Сен шамаған. Дұрыс айтады. Емі жоқ, коронавирустың өзін емдеп шығарып жатыр ғой. Дұрыс айтады. Досым, еңсең түсірме. Дария екеуің қазір мықты болмасаңдар болмайды. Осылай жылап, іштей, тынып жүре берсеңдер, ертең қызыңның жағдайын кім ойлайды? Мадияр, сен уайымдамашы. Қай кез болмасын, қай уақытта болмасын. Біз Сағи екеуміз сенің әрдайым жаныңдамыз ғой. Кендер жігіттер. Кез келген уақытта болсын. Сол үшін бір алайық та Түркістанға әрекет қылайық. Сетеге. Болып жігіттер. Мен алмаймын. Енді көрмегенім осы болсын. Соңғы рет бір көрсейді осымен. Жоқ. Иә, тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Алло, Айжан, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен Дариямын, Аярудың анасы. Сіздер бүгін келу керек едіңіздер? Неге келмедіңіздер? Иә, бүгін қызымның қатты ыстығы көтерілген. Жедел жәрдеммен ауылдағы ауруханаға апарған едік. Ол жақтағы дәрігерлер қызымнан бел омыртқасы ісініп тұр деді. Соны ойлап, қатты мазам қашып тұр. Дария, сіз баланы ертең алып келіңіз. Себебі Айдар Сағдатұлы сіздерді бүгін келеді деп күтіп отыр. Жақсы. Жарайды, сау болыңыз. Досым, негізі бар ғой, біз Мадиярға көмектесуіміз керек. Міндетті қазір. Міндетінің ішіндегі міндетінің бірайшысының міндетінің сіздерде көмектесуіміз керек. Өз ақты келем дейді. Үшіде жүрген шығар. Осыны алайық та, тұрайық. Жол жөнекей Мадияр тауып аламыз. Кел. Давай. Соңғы болсын осы. Давай. Тартып айтар. Тұрдық па, кеттік па? Қарындас! Шотты менің атыма жаза салшы. Қоя бер, досты. Қарындас! Менің атыма жаз, менің атыма. Дұрыс, осының атына жаз, осының атына жаз. Менің атыма. Тұрамыз ба? Тұрайық. Ұйықтаймыз ба? Бірінші тұрайықшы. Кейін бір мән солар. Тұрып жүріп ұйықтайық, иә? Қызым, келе ғой. Ақылдым сол. Анашым, сіздер мені қатты жақсы көресіздер ме? Әрине, қызым. Сен біздің бар байлығымызсың. Неге олай дейсің? Онда неге әкем бізді жақсы көрмейді? Бұрын ондай емес еді, қазір қатты өзгеріп кеткен. Білесіз бе, мен әкемнің еркелеткенін аңсап сағынып жүрмін. Дәл жанымызда жүрсе де, маған алыста сияқты көрінеді.
Жоқ қызым, әкең сені өте қатты жақсы көреді. Келші маған. Сен кішкене тынығып ал, жақсы ма? Жарайды. Мен саған қазір су әкеліп беремін. Түн келіп басқанда күндізімізді екеуміз бір жарық шаша алмадық. Шын сүйдік жүрекпен бір-бірімізді, амал не тағдырдан аса алмадық. Жастамды көзімнен есіме түссе, үмітім үзілді күн өткен сайын. Ешкімді ешкімге қоспайды күшпен, түсінсе көңілмен сезімнің жайын. Жазғанына тағдырдың амансың,